қыздың жүрегін қалай жаулаймыз? Қыздың жүрегін жаулап алу керек деген осындай схемамен, осындай идеямен өмір сүретін жігіттің басында не болып жатыр қазір? Қыз бен жігіттің қарым-қатынасында о бастан бері қалыптаспаған бір сөз бар да, сөз бар. Адамның аузына тек қана ойындағы нәрсе шығады да, сондықтан сөз шығады. Демек, біреудің ойында осы идея болды, қалыптасты, енді осы сөзге, осы идеяға қаншама жігіттер, ер адамдар сеніп, осы бойынша әрекет етіп жүр да, қыздар да осыған сенеді да. Қыздар өзін осы кезде бір керемет приз деп санайды да, өз ойларынша. Ал жігіт сол призді алу керек, соған лайық болу керек деп. Енді әдетте приз алу үшін жарыс болу керек, бір конкуренция болу керек та. Бала кезден бері бізді қыз ұрма, қызға сөйлеме қатты, оны ренжітпе, ол қыз, ол нәзік, ол жылап қалады, қорқып қалады деген сөздерді естіп өстік. Өсе келе ол нәзік қыз, енді сүйкімді қыз, оған плюс сексуальность деген нәрсе қосылды да. Қыз өспей ме демекші, бұрынғы сүйкімді кішкентай қыз, енді ол только сүйкімді емес, ол еще и тәтті болады, ол оны ұстағың келеді, оны иіскегің келеді, оны тістегің келеді, оны жегің келеді кейде. Бірақ ол призді алу үшін еңбек керек. Бір боксер олимпиадаға барып, финалда кубок жеңіп алып, мысалға да, ол кубокты, медальді үйге әкелген кезде қораға, подвалға, бір балконға қойып қоймайды ғой, оны ең көрінетін жерге, жоғарыға қояды да, шаңын сүртіп тұрады. Әрең жетті ғой енді оған, еңбекпен жетті. Енді сол кубокқа тіл бітіп, сөйлей алса, ол не дер еді да? Қараңдар, бәрің маған қараңдар, мен құндымын, мен бағалымын, менің орным төрде, жоғарыда, маған осындай шаң жуытпайды. Қысқасы, мен осындай бір король мен королевамын дейтін еді да. Осы мысал секілді қызды жаулап алған жігіттің де призі кім болады? Қыз болады. Қаншама еңбек, қаншама тер демекші. Бір қызды өзіне қаратып, қолы жетті. Енді тура сол кубок сияқты ол қызға да шаң жуытпай, елдің бәріне мақтана көрсетіп, қараңдар, міне мен осындай қызды ұстап алдым, осындай қызды жаулап алдым, мен деп жігіттер осындай көкірегін кереді да. Сосын ол кубокқа тіл бітсе, не деп сөйлейді? Мен королевамын, призбін деді, қымбатпын деді, құндымын деді. Тура сол сияқты қызды да жаулап алсаң, ол да солай сөйлейді да. Мен королевамын, мені жаулап алды, мені қалап тұр, енді менің барлық айтқаным жасайды дегенде, маған шаң жуытпайды деп. Ол мені жаулап алды, енді мен оған бағынамын демейді. Жаулап алды, завоевал дейді ғой, осындай сөздің аты айтып тұрғандай. Жаулап алу деген Рим империясы бір жерде жаулап алды, Шыңғысхан бүкіл әлем жаулап алды, Македонский жарты әлем жаулап алды деген, захватил, яғни захват, ұстап алды, жаулап алды деген сөздің түбірі соғыстан шығады да, война деген нәрседен шығады. Жаулап алу деген ол соғыс арқылы күшпен алынатын нәрсе да. Дипломатиялық жолмен келісті, сындырып алды, сөзбен арқылы бір елді басып алды деген нәрсе жоқ. Онда ол келісу болады, ол договор болады да. Ал жаулап алу деген ол мықты біреу, әлсіз біреуді, екінші біреуді күшпен оның оборонасын сындырып, кіріп, елді бағындыру деген сөз да. Міне, егер қызды жаулап алу керек болса, ол қызды өзіне бағынышты ету деген сөз да. Сен жаулап алдың ба, ол қыз саған бағыну керек. Бағыну деген ол енді құл етіп жаңағыдай бір сындырып тастау емес, бұл жерде бас десе жаңа құлақ деп, қыздар да бұл жерде қатты қуып кетуге болмайды. Біз қай заманда өмір сүріп жатсың, жаулап алып, не біз сонда құлмыз ба, анау мынау ма деп. Ми жетпесе артық сөйлеудің керегі жоқ. Қыздың жігіттің күйеуіне бағыну деген ол бірінші махаббаты, күйеуін сыйлауы. Телефонын алмай, смс-іне жауап бермей, уақытында жауап бермей, өзім білем, сен маған ақыл айтпа, үйретпе, әкем айтпаған ақыл сен айтасың ба, вообще маған звондама, ананың жігіті, мынаның күйеуі деп салыстыру, барам дедім ба, барам, алам дедім ба, алам деп, қыздың жүрегін жаулап алдым деп, осындай тірлік жасап жүрген жігіттер, ол қыздың мінезі қиын, просто қазір настроениесі болмай тұр деп өзіңді ақтап жүрсең, онда сенің біткен жерің сол каблуктың астына езіліп, подкаблук болып жатсың. Бұл жерде қайдағы жаулау, сен оданша құлдыққа кірдің деп айтқан дұрыс болады да. Сондықтан жігіттер, қыз мен призбін, мені жаулап алу керек, көңілімді тап деген сөздер, ол енді көр тырысып деген сөз ғой, қолына не келетінін көрсет. Болмай жатса тием саған. Или бар ғой мына жақта сен сияқты тағы да жаулап алғыштар, тегін тамақ әпереді, айфон әпереді, таксиін төлеп береді, әкеліп тастайды, не жегің келсе соны әпереді. Солардан асып түссең, енді ойланам дейді да. Ондай қызға сау бол деп айту керек, уақытында. Егер олай айтамасаң, онда еркек мен жігітпін деп намысым бар демей ақ қой да. Ер адамды сыйлайтын үйде жаңа әкесін сыйлап, әкесімен сырласатын, анасымен ақылдасатын, ата әженің тәрбиесін естіп өскен, үйдегі жайлы атмосфераны көріп өскен, текті қыздарды көріп, ондай қыздармен араласпаған жігіттер қайдағы жоқ бір сырт әдемі, іші былыққа толы, арты таза емес, қылтың-сылтыңы көп, түк көрмеген қыздарға барады да, ұрынады да, сосын соны жаулап алу керек деп, баурап алу керек деп қуып кетеді да. Ұмытамай жүрмін, немесе қимай жүрмін. Конечно, өйткені ол өтірік күліп, майысып, періште болып, бірақ ішінде оның нағыз шайтан отыр да, таза манипулятор отыр. Сені ол екі орап, жаңа бір етікке тығады да, керек кезде шайнамай жата салады. Сенің ондай қызға шаман келмейді, ол қасқыр ана қойдың терісін жамылып алған дейді. Сондықтан жігіттер, жақсы қыздар өте көп. Сенің мазғаңды шіртіп, бірде көл болып, бірде шөл болып, қисайып, жаулап ал, баурап ал, дәлелдей деп жүйкең тоздырмайды да. Ондай қызды көрмедім деген сөз, жақсы қыздарды көрмедім деген ол проблема сенде де. Сенде фильтр тұр. Именно осындай стерваларды, қасқырларды ғана көретін. Именно сондай құрып қалған қыздарға барып ұрынатын да фильтр тұр. Енді ол сенің мамаңнан қарым-қатынастан да болуы мүмкін, енді ол басқа тақырып. Демек, қызды жаулап алу деген жоқ. Ол жаулап алған екенсің.
онда ол қыз сенің территорияңа кірді деген сөз ба? Ол сенің заңдарыңмен өмір сүру керек. Ешқандай бір хан жаңа ханның әйелі ханға келіп ұрсып сен өйтпейсің сен бүйтпейсің демейді ғой, өйткені ол хан да, ол жаулаушы, ол басшы. Ал сен екінші нөмірде өмір сүруге дайынсың да. Бір қызға жалтақтап соны ренжітіп қоймайын, ойбай кетіп қалмаса екен, ондай қыз табыла ма табылмай ма, үйреніп қалдым, бауыр басып қалдым, әрең жеткен призм ғой деп отырсаң, кейін басыңа әңгір таяқ орнатып жатса, оған таң қалма да. Сондықтан жігіттер еркексің ба, жігітсің ба, онда бағындыра біл, қызды түсіне біл, оны керек кезде еркелете біл, бірақ приз етіп оған жаңағыдай бағынып, оның құлы болып ауырып қалма. Еркек қай кезде де еркек болып қалу керек, намысы мен мінезі болуы керек. Намысыңды таптап, саған білгенін жасап жүрген қыз, еще сен оны еще қатын қылып алатын болсаң, сондай ойың болатын болса, сен онда бейшара сорлысың да. Қатты айтты демеңдер, кейде осындай хаттар келеді, оны оқып, қаншалықты осындай төмендеп кеткенімізде, осындай майда мелочный екенімізді түсініп, кейде күйіп кетесің да. Жаулап алсаң, ол сенікі болады. Ал олай болмайды екен, онда ол қызға есікті көрсету керек. Олай жасай алмасаң, онда қыздармен отношения пока құрмай-ақ қой, ондай отношенияға түспей-ақ қой. Оданша өзіңмен айналыс. Сол кезде сен ұтасың. Бүгінге осы жігіттер, пайдалы болса лайк, комментарийді аямай басып, подписка бөліміне өтіп, тіркелмей қарап отырсаңдар, тіркеліңдер міндетті түрде. Өйткені сендердің подпискаларың, лайктарың менің осындай видео шығаруыма көп мотивация береді. Келесі кездескенше аман сау болайық.